Ресейде болған былық туралы Америка саясаткерлері не дейді? Бұл туралы әлемге әйгілі Politico сайтындағы Келли Гарритидің мақаласын сіздерге толығымен аударып жариялаймыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Мақала тақырыбы: Блинкен Ресей дағдарысы туралы. Біз соңғы қойылымды әлі көрген жоқпыз. Бұл арадағы түпнұсқа акт деп аталады. Ал бұл акт кәдімгі сахналық қойылымдардағы акт. Бұл қарекет дегенді де білдіреді. Сондықтан біз бұны қойылым, ойын кәдімгі концерттік шоудағы қойылым ретінде аудардық. Ендеше жалғасын оқиық. Блинкен Ресей дағдарысы туралы. Біз соңғы қойылымды әлі көрген жоқпыз. Авторы Келли Гаррити. Мемлекеттік хатшы Энтони Блинкен жексенбіде Америка құрама штаттары Ресей президенті Владимир Путинге төнетін ықтимал қауіп сейілмеуі мүмкін деп есептейтінін айтты. Бұл ашылып жатқан оқиға, деді Блинкен жексенбіде CBS арнасының ұлтпен бетпе-бет бағдарламасына берген сұхбатында. Біз соңғы қойылымды көрген жоқпыз. Біз оны мұқият бақылап отырмыз, деді ол. Америкалық шенділерді және дүние жүзіндегі барша адам баласын жексенбі күніндегі оқиға Путиннің билігіне, мүмкін оның жеке өміріне тікелей және маңызды қауіп төндіретіндей әсер етті. Жексенбі күні таңертеңгі жағдай бойынша қауіп сейілгендей болды, бірақ жағдайдың толық шешілгеніне немесе Путиннің позициясы толығымен қауіпсіз екеніне ешкім сенімді емес сияқты. Ресейдегі қазіргі дағдарыс жұма күні Вагнер тобының басшысы Евгений Пригожин, бір кездері Путиннің сенімді адамы, Ресей күштерін зымырандық соққыларда Вагнер әскерлерін нысанаға алды деп айыптағаннан кейін басталды. Пригожин мен оның әскерлері Украина шекарасына жақын орналасқан Дондағы Ростов қаласын басып алып, Мәскеуге қарай бет алды. Тәртіпсіздік демалыс күні аяқталмай тұрып аяқталды. Пригожин белгісіз себептермен өзінің алға жылжуын тоқтатып, Ресейден Беларусьқа кетуін талап ететін келісімге қол қойды. Жексенбі күні Вагнер әскерлері Ресейдің оңтүстігіндегі Воронеж облысынан шығарыла бастады. Кейбір Вагнер күштерінің шығарылуы Ресейдің Украинаға қарсы соғысындағы күш-жігерін қаншалықты әлсірететіні белгісіз еді. Бұл Путин үшін де, Ресей үшін де кем дегенде қосымша алаңдаушылық туғызады. Қосымша алаңдаушылық туғызуы Украинаның пайдасына деп ойлаймын. Бұл Путин үшін тағы бір проблема тудырады, деді Блинкен NBC арнасының баспасөзбен танысу бағдарламасына берген сұхбатында. Пригожин орнатқан үзіліс Путин өз үшін және Ресей үшін жазған сәтсіздік кітабының соңғы тарауы ғана, деді ол. Кем дегенде американдық көшбасшылар қоғамдық наразылықты Путиннің басшылығына соққы және оның қандай да бір түрде қол сұғылмайтындығы туралы кез келген түсінікке де соққы ретінде сипаттады. Блинкен осыдан 16 ай бұрын Ресей күштері Украина астанасы Киевтің табалдырығында тұрды. Олар қаланы бірнеше күнде басып аламыз деп ойлап, Украинаны тәуелсіз ел ретінде картадан өшіреміз деп ойлады, деді Блинкен. Енді осы демалыс күндері олар Ресейдің астанасы Мәскеуді Путиннің өзі жасаған жалдамалылардан қорғауға мәжбүр болды. Осы оқиғада Пригожиннің өзі бірінші кезекте Ресейдің Украинаға қарсы агрессиясының алғы шарттары туралы терең сұрақтар қойды, деп қосты Блинкен. Демалыс күнгі хаос 1991 жылғы наразылық коммунистік көшбасшылар Кеңес одағының президенті Михаил Горбачевті қысқа мерзімге құлатқаннан бергі Ресейде көрген ең маңызды ішкі күйзеліс болды. Бұл төңкеріс Борис Ельцин және басқалардың қарсылығының салдарынан тез ыдырап кетті.
Айдан кейін Горбачев Кеңес одағын таратып жіберді. Сенатор Эми Клобучар Пригожин көтерісі Мәскеудегі тереңірек жарқышақтарды көрсетеді деді. Бұл Владимир Путиннің үйдегі күшінің айқын жарылғанын көрсетеді. Бұл оның одақтасы болған және оған бағынбаған жігіттің оның соғыс саясатын айқын түрде қабылдамауы болды, деді Клобучар CNN арнасының одақ жағдайы бағдарламасына берген сұхбатында. ЦРУ-дың бұрынғы директоры генерал Дэвид Петеруста демалыс күндері болған оқиғаларды Пригожиннің әлсіздігінің көрінісі деп санайды. Пригожиннің жүйкесі жұқарғаны анық, деді ол CNN арнасының одақтың жағдайы бағдарламасына берген сұхбатында. Ол, сіз бұрын атап өткендей, олар қорғаныс позицияларын дайындай бастаған Мәскеудің шетінен шамамен 2 сағаттық жерде болды. Бұл көтеріліске жол бойында біраз қошемет көрсетілгенімен, ол күткендей қолдау көре алмады. Петорус Пригожинге де Путин сияқты енді аса сақ болу керек, деді. Ол Беларусьтегі жаңа ортасындағы ашық терезелердің өзінен де өте сақ болу керек. Басқа қайда барады, деді ол. Депутат Раджа Кришнамурти оны екі мейірімсіз көшбасшының шайқасы, сонымен қатар Путиннің соңғы жылдардағы әрекеттеріне лайықты реакция, лайықты жауап деп санады. Не ексең, сон арасың, деді ол CNN арнасына берген сұхбатында. Барлығы тоқтатылған бүлік Украина үшін бетбұрыс болуы мүмкін дегенге келіскен сияқты. Солтүстік Дакота штатының губернаторы Даг Бургум мұны Путиннің Ресейді тұтасымен меңгеруі әлсіреп бара жатқанының белгісі деп атады. Және бұл ақш-тың күшейіп, Украина күштеріне ресейлік күштерді өз аумағынан шығаруда алға жылжуға көмектесу мүмкіндігі болуы мүмкін деп болжады. Бізде НАТО-дағы серіктестерімізбен бірге бұл жағдайда шынымен ең соңына дейін табанды түрде қалуға және Украинаны қолдауға мүмкіндігіміз бар, деді ол CNN-нің одақ жағдайы бағдарламасында. Оларға қажетті қолдауды көрсетейік және бұл соғысты ұзаққа созудың орнына қазір аяқтайық, деді ол. ақш президенттігіне тағы бір кандидат, Тексастың бұрынғы өкілі Уилл Херт, демалыс күндері болған оқиғаларды американдық көшбасшылар сабақ алуы керекті нәрсе деп санады. Владимир Путин Мәскеуге келе жатқан тас жолда біреуді қағып кеткенде не істеді? Бұл тақырып көтерілмеді. Ол бас үнсіз қалды. Біз бұдан сабақ алуымыз керек, деді Херт ABC арнасының осы апта бағдарламасына берген сұхбатында. ЦРУ-дың бұрынғы офицері Херт, Байден әкімшілігі осы мүмкіндікті пайдалану үшін біздің одақтастарымызбен жұмыс істеуіміз керек еді деп сендірді. Путиннің нәзік позициясының бір ғана шешімі бар, деді депутат Дон Бекон. Бұл жерде жалғыз нақты жауап: Путин бұл соғысты тоқтатып, Украинадан шығу керек, деді Бекон NBC арнасының баспасөзбен танысу бағдарламасында. Егер ол өз елін сақтап қалғысы келсе, көшбасшылық позициясын сақтағысы келсе, менің ойымша бұл жалғыз жауап. Өйткені бұл Путинге де, Ресейге де жақсы болмайды, деді ол. Нью-Джерси штатының бұрынғы губернаторы Кристи де бұл бейберекетсіздікті Ресейдің Украинадағы соғысының соңы болуы мүмкін деп болжады. Менің ойымша бұл не істей алады? Джон, қазір өз елінде айқын көрінетін Путиннің әлсіздігінен бізді осы шайқастың шешіміне жақындатады, деді Кристи ABC арнасының осы аптада бағдарламасында Джонатан Карлға. Менің ойымша, оның осы соғысты жүргізу тәсіліне байланысты, деді. Политика сайтынан аударылды. 2023 жыл
25 июнь Нью-Йорк уақытымен кешкі сағат 9. Аударманың мәтінін Фейсбуктегі Серікжан Біләш парақшасынан және Инстаграмдағы Серікжан _Біләш _USA парақшасынан көре аласыздар.